Қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен Айша. Бүгін сіздерге перловкадан ашымық жасайтын боламыз. Перловканың бәрін тазалап алдым, ішінен тазалап, осылай салқын суға 2-3 қайтара жуамыз жақсылап. Нағыз қазір мына күн ыстыққа арналған көже дайындайтын боламыз. Шөліңізді басатын. Осылай жақсылап шайқап аламыз барлық перловканы. Жүгеріден жасасаңыздар да болады. Бізге керек осы перловка және айран. Қолдың айраны болса тіпті жақсы болады. Қолдың айраны жоқ, дүкеннің айранын алып қосатын боламын. Қанша пайыздық болса да жарай береді айран. Мінекей перловканы салдым қазанға. Үстіне мұздай су құйып отқа қоятын боламыз. Суды толтырып алайық. Татымына қарай тұз қосасыздар. Тұзды болғаннан ұнатам, сондықтан тұзды сәл тұзлы оғып істедім мен. Қазанымызды отқа қойдық, ішін суға толтырдық, ішінде перловка бар. Отқа қойып, енді қайнағанын күтеміз. Мен қайнап жатыр, осы қайнағанда бетіне осылай көбіктер шығады. Көбіктерін сүзгішпен сүзіп алып тастайтын боламыз. Енді мына перловка жарылып піскенге дейін қайнататын боламыз. Бір қатты қайнатып, осылай көбігін алғаннан кейін астын төмендетіп, баяу отта қайнататын боламыз. Перловкамыз жарылып піскенге дейін қайнатамыз. Тұзын көресіздер, тұзы аздау болса тұз салып. Мінекей перловкамыз пісті. Салқындатып алғаннан кейін үстіне айран құятын боламыз. Көжеміз тез салқындау үшін мен алдын осылай мұз дайындап қойдым. Бұл қайнатылған су. Суғаннан кейін баклажкаға құйып, мұздатқышқа салып қойдым. Қазір осыны көжеге салатын боламыз. Көжеміз тез салқын болады. Осы баклажканы кесіп алып тастаймыз сыртынан.